Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрбол KZ каналы. Бүгін біз не істейтін боламыз? Әрине бүгін біз менің інім айтып кеткендей рулетка жасайтын боламыз. Ол не десеңіздер, мен ютубтан кетейін ба кетпейін ба деген сұрақ сияқты. Рулетка оның аты. Рулетка деп плеймаркетке жазамыз. Міне осы біріншідір, сол біріншісін алайық кеттік. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңдерші. Екіру хақы үлкен әріппен жазасыңдар бәрін. Да? Не дейді? Аккаунт, плеймаркет аккаунт дейді ғой. Тоқтас. Не дейді? Не? Алып берсең күнен. Әкел, алып берейін ме? Мен. Достар, жазып берейін ме қазір? плеймаркетті кімді жақсы? Уй-бу. Жауып қалған ба? Иә, жауып қалған сияқтысың. Достар, Қазір жалғастыр. оған дейін, достар, кешірім сұраймын, оған дейін рулетканы алам дегенше, менің інім алып жатыр. Соны алам дегенше біз бір балаға пиар жасап бере салайықшы. Анау алынам дегенше пиар жасап берейін. Бір балаға күнде сұрап жүреді. Кеттік. Ол баланы барлығыңыз да танисыңдар. Оның подписчигі азайып бара жатыр. Осылай жазыңыздар, қысқасын айтқанда гонтуына түсті жазыңдар. Сосын білістер. Достар, короче, осы каналың аты қандай? ВВЕ және УФС. KFC деген канал осы. Ері жекпе-жектің атын қойып қойған ба сондай? Өзім. Достар, осы балаға тіркелейік. Жаңа қасымда отырған бала осы. Менің ВК-м Амантай Калтикулов. Інім ба, братишкам ғой. Мен інісімін. Нұрбол KZ-тің. Достар. Олай емес қой. Олай жазыңдар, сосын менің екінші каналым ВВЕ және УФС. Кореялымыз король. Болды. Король ха. Міне достар. Қызыл кнопканы басып, колокольчикті басып кетіңдер. Болды. Міне осы баланың каналында шығып кеттім. Неге десеңіздер, ол бала күшті видео шығарады. Мен не үшін шықтым? Оны былай қайттан қосыламыз. Колокольчикті міне достар, жаңа жылдық видео түсіреді бұл бала. Мен кеше түсірдім достар, түнде кеше. Мен өзім видео үшін достар. Лайктарын басып отырмын. Сіздер үшін түсірді достар осы видеоны. Ал осы баланың еңбегін бағалап ал кеттік достар. Смело лайктарыңызды басып, хотя бір осы балаға 40 или 100 подписчикке жеткізсін. Мега конкурс болады. Сол конкурсқа қатысатындар. Спонсор кім болады? Ссылка осы видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Ссылка деппін ғой. Комментарияларыңды қалдыңдар. Мега конкурсым бұл каналда болмайды. Әрине ол менің Нұрбол KZ-те болады. Сол 100 подписчикке жетсе, аман-сау 63 подписчик. Давайте достар 100 подписчикке жеткізіп, еңбегімді бағалап кетіңіздер. Сосын біз достар AliExpress-тен заказ береміз. Оны қандай заказ берсек деп ойланып отырық. Затқа заказ берсек деп. Сол қандай затқа заказ берейік. Соны комментарийға қалдырыңыздар. Қазір достар жаздып берем. Қазір тоқтай тұрыңыздар. Достар, ал видеоны жалғастыратын боламыз. Міне алдық біз Саректен. Аматай, бұны мегабайтпен істей ма? Жоқ. Безілмейді ба? Міне. Достар, менің атым Амантай, ВК-м Амантай Калтикулов. ВК-мды тіркеп. Мысыр. Нұма? Ені басым ба? Ал, рулетка ма? Достар, күзетіңіз. Мен жақында ВК-ден Нұрбол KZ деген ресми парақша ашқан. Ана ссылкасын тастап кетеді ағам ВК-сын. Ссылкасын қалдырып кетем Нұрбол KZ деп. Достар, сосын деген бар ғой, короче бар ғой, мен ВК-ден Нұрбол KZ деген ресми парақша ашсам, соған жазыңызда не керек болса, соны жазыңызда достар. Осы маған. Ал достар, ал пиар бағасы 20 теңгеден болды. Бұрын қазанда бар ғой. Қазанда тегін болады.
тегін болатын еді. Осы желтоқсаннан бастап бүгін 1 болса 4 осы желтоқсанның соңына дейін пиар бағасы 20 теңгеден болады. Кедей кошелька лақтырыңдар, кімге керек болып жатса. Спонсор бағасы 30 теңгеден. Ал енді бұл қалай? Мынаны ма? Ал достар. Dostlar ketmedi YouTube'dan. YouTube'dan ketmeyeyim. Tағы да көреді достар. Dostlar. Dostlar кетем ба кетпеймін ба соны анықтайық. Кетейін деп тұрмын, кетем. Кетпеймін. Достар. Тең болып қал. Иә. Бір рет ең соңғы последний. Достар. Попытка достар. Достар, осы ең соңғы затым. Осыған қарайын. Попытка. Ортасын бас. Осы кетпеймін ау. Кетпейсің ау. Бас түрін. Айттым. Ура, достар, мен ютубтан Достар, кетпеймін кетпейді. себебі осындай заттарды алайық, күшті болатын екен. Достар, енді біз достар Майнкрафт ойнаймыз. Достар, енді біз Достар, тоқтай тұршы. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Осы видеоны ютубқа салайын ба, салмай қойын ба? Бірінші монтаждаймыз, одан кейін қиятын жерлерін қиып, керек емес жерлерін кетіріп, сосын ютубқа саламыз. Сау болыңыздар достар.